Енді көпшілік бүгін сол кезгелі отырған екпінді ауылының энциклопедиясы атты кітап әрине туған ел тарихына үлкен мақтаныш, үлкен мінекей алтын арпен жазылатын күн болмақ. Ауылымыздың тіршілік тынысы да осы кітаппен жалғаса беретіні анық. Олай болса, бүгінгі шараға арнайы Шымкент қаласынан келіп отырған елімізге арнайы қонақ Болат Сатаев ағамызды құрметтеп сахна төріне шақырамыз. Сонымен қатар Макита Қыстаубаева ханымды құрметтеп мінекей ақ тілекпен сахна төріне, және сонымен қатар бүгінгі Шиелі қаласынан келіп отырған ағамыздың жиені Бектұрсын Нұрымбетов ағамызды ақ тілек алаңына келіңіздер. Құрметті Абылхан аға, нағашым болған қамқорым, кішкентай кезінде студент болып оқып бітіріп Шардара қаласына жолдамамен барған болатын, үлкен заводқа үй құрылыс материалдар комбинатына. Сол кезде менің Абылхан ағам бізде Шардарада аудандық газетте журналист болып істеді. Осы кісінің қолында тұрдым. Жаныма желеу болды. Біздің ауданға сол жас болса да белгілі авторитеті жоғарылау кісі болған екен. Өзі жас. Менен не бар ұшақ жақсы екен сөйледі. Мен 21-демін. Жаңа заводқа мені жетектеп алып барды. 2000 адам істейді жаңа заводта. Өңкей орыстары, кеңес одағының кәдімгі қайнап тұрған кезде. Содан Абылхан ағамды біздің комбинаттың директоры өте жақсы қарсы алды. Орнынан тұрып, жақсылап, қарындасым деп мені таныстырып, сөйтіп бұл кісі мені жұмысқа орналастырып кетті. Ол жұмысқа орналастырған былайша қамқорлығын енді бұл кісінің мен айта алмаймын. Жүрегінің жұмсақтығын айта алмаймын. Қазір көзіме қанша жас келіп жатыр. Аға, сол құрметтеріңіз үшін, бізді жақсы жолға жетелегеніңіз үшін, көп жерде басып айтып ақылыңызды айтқаныңыз үшін сізге мың алғыс. Құрметіңіз арта берсін. Отбасыңызға бақыт, жақсылық тілеймін. Бала шағаңыздың жақсы рахатын көрің. Күлпан жеңгеміздің бақытты өмір ары қарай кеше беріңіз. Амандық тілеймін. Азия сіңліме де үлкен рахмет айтамын. Осы нағашымның несін құрметтеп жақсы атап өткізгеніне рахмет Азия саған да. Аман болсын. Ағайындар, бұл ауылға енді жалғыз мен емес, менің әкем де жиен. Сонымен енді кішкене бір өзімді қызық болсын айтып берейін. Әкем өз отан соғысының мүгедек болып қайтқан кісі ғой. Бізге бала кезімізде таныстырады. Ой, сенің нағашың Тойшыман, нағашың Ардабілет, нағашың Балтабай, кілең инвалидтер теріп айтады да. Сөйтсе Әбдіхалық көкеміздің айтатыны ғой. Әй, кілең атамандарын жинап алып таныстырады екенсің ғой сенде. Ал енді мен айырмашылығым ол кісілерге қарағанда енді шамалы анау Исаев әліден бастап герой соғыстыруда штангисі бар ма, Әбекең сияқты кісілер, солар таныстырып отырмын балдарыма, мақтан. Ал енді сол сөздің қысқасы, Әбеке Құдекең қолдап тағы бір 30-35 жасаңыз, ары қарай көре жатар. Енді сөздің қысқасы, сіз біздің мақтанышымыз, аман болыңыз. Ал енді мына жиналып отырған құрметті ағайын, туыс, ақсақалды ағайлар, аталар, мына бүгінгі киелі мектептің залында ағайдың 75 жас мерейтойына келгендеріңіз құтты болсын. Ағай, мына мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, өмір жасыңыз. Алланың берген жасын жасай беріңіз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз, Алланың берген жасын жасаңыз. Бүгінгі өзіңіздің шежірелі туған жеріңізге кеп, марқайып, қуанып жатқан тойыңыз құтты болсын, тойыңыз тойға ұлассын.
Қошемет көрсетіңіздер. Мінеке бүгінгі мерейтой иесі Әбілхан Әбілханұлы ағамызға арнайы ағайындардың атынан тоқалы қамзол жабылады иығына сый құрмет жасаймыз. Естелікке суретке түсіріп отырсаңыздар, құрметті жігіттер бар ма? Қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет, кеңіз аға. Құрметті ағайындар, мынау бүгін киелі 2 күнді топырағында үлкен мерекелік шара өтіп жатыр. Осы Әбілхан ағамыздың бүгін мерей жасы 75-ке келген жасы құтты болсын дейміз. Әрине осы іс-шараның басында жүрген ұйымдастырушы мына Әдия қарындасымызға үлкен рахмет айтамыз. Ал енді осы киелі топырақта көптеген өзіміздің ағаларымыз, мынау Жандарбек ағамыз Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаңағы елтаңбасын жасаған. Оның алдында жаңағы осы елде шыққан профессор, доктор ағаларымыз, Үсен ағаларымыз, Құдай берген ағаларымыз, одан да көптеген айта берсек көп енді. Сондықтан да әрине осы әр уақытта мына Әбілхан ағамызға денсаулық тілейміз, отбасына аманшылық тілейміз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Ағайындардың ортасында басымыз қосылып, осындай қуанышта болғанымызға әрине біз де қуаныштымыз. Рахмет. Ал қадамында көпшілік бізді осы бір сәтте әдемі әнге кезек берсек дейміз. Халық әні тобылғы сай. Бүгінгі ағамыздың мерейтойына арналған арнайы ән шашумен сахна төрінде жыршы, әнші, аудандық мәдениет үйінің қызметкері Әсем Ерболқызы қарсы алыңыздар. Mana
осындай қалдарыңызда Ислам Нақысхан әкелерге ән шашумен қарсы алайық. Сіздер үшін. Самғасын күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім, қалдырма саязға ызғарға, алып болмас қартауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлар таңым, әрқашанда биік көретім мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құныңа ең мықты ұстазым. Әрқашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Рахмет. Ал енді қадірменді көпшілік, бүгін міне Екпінді ауылында үлкен той, үлкен қуаныш. Өйткені бүгінгі өздеріңіздің бауырларыңыз, осы елдің тумасы, жерлестеріңіз, халықаралық жазушылар одағының мүшесі Михаил Шолохов атындағы медальдің, ардагерлер қоғамдық ұйымдарының отан патриоты, ерекше еңбегі үшін және құрметті ардагер медальдарының иесі Әбілхан Әбіләсанұлы 75 жаста туған жердің төрінде. Мынау әбекеңнің өзі шалдың баласы деп атаймыз, атаған екен. Енді мен жолымда осы әбекеңе қашанда болса да інісімін, әрі бір шалдың баласы деп оқыламыз. Енді осы жасыңыз 75 жасқа қосқан жасыңыз құтты болсын әбеке. Жасыңызда жас болса бір тойғылар балдарының рақатын көр, Алла тағала 75 жасың той көр. Құрметті ағайын, әбекеңмен, Әбілханмен біз сол 60 жылдардан бері өткен ғасырдың жақсы таныспыз. Осында Үсен Қоңырбаев, Тоңышбай деген жігіттер болған. Одан кейінгі, одан университетте бірге оқыдық. Сонда мысалы Ұзақбай Бегімбаев деген, Қызылордадан, Бақсыбай Нәбеков деген, Әбілхан, мен бәріміз. Әбекеңнің жақсы қасиеттері айтылып жатыр ғой, көп шығармаларын көрдіңіздер, оның игілігі асатын. Бұның бір эпизод айтайын. Күлпенді алып келгенде Жамбылға түсіп Ақкөл деген 100 километр екен. Өзіміз қалтамызда ештеңе жоқ, сол батырлы ғой. Давай осы Күлпенді алып қайтамыз дейді. Сонымен Күлпенді алып қайтқан жағдайым бар. Әбекеңмен сонда екен. 75 жасың құтты болсын. Кенеді өлеу арнан өлім болды. Әбілхандай ұлдарын ақын етіп түлеткен Әбілхан досымның 75 жылдығына. Сырбаз халқың, салмақтысың, таспайсың, сөзге берек, іске мығым тастайсың, қайда жүрсең екпінді ойғалап, бас қосқанда ауылдан сөз бастайсың. Туған жердің ыстық саған шеңгелі, қарсы алатын қоңыраумен келгелі, исаңқыған шиденің сол гүлдері, сағынғанда сағыныш боп тербейді. Бала едің, аға болып оралдың, өлең қуып, көптің алдын орадың, тұңғышыңның ізін қуып бұл күнде, ат шыққан арқалағын жарадың. Ақ қанатты арманыңды арқалап, елі отыр қаршыға деп қолғалап,
көне сөздер құпиясын шешкен соң мирас болып ұрпағыңа сол қалады. Бүгін міне келдің жетіп қарттыққа, өткен күннің елесі көп ақтықпа, туған жердің құрметіне не жеттің, содан қуат, содан сабат таптың ба? Жастық шақты еске алсақ бүгінде, біз озықпыз өзгелерден түбінде, өмір барда әлі талай белес бар, Құдай қолдап, алла жаста түгілме. Солай достым, 75-ің білесің, арғымақтай құйындатып желесің, екпендіні сағынғанда қарттарын алматыңнан қысқай ұшып келесің. Бүгін мұнда көп айтылар тілектер, аппақ пейіл, алғаусыз ақ жүрекпен ықыласына ырзамыз біз ел жұрттың Әбілхандай ұлын ақын етіп тілетпен. Ақындардан кейін мен де бір өлең жаттап келдім. Ақын өлең аңдататын боласың. 75-ің Жетасудың ортасы, асқар таудың сияқтанған жартасы. Өсіп өніп қанат жайсаң сен бүгін әкеліктің орындалған артасы. Құтты болсын 75-ің белесі, тоқтамасын өмір көштің кемесі. Жамбылымда 100 жасымды көрейік, тойланатын мерейтойлар келесі. Әбекеңнен біз туысқанбыз, бәрін білесіңдер. Енді бұл жерде Әбекеңнің осындай мүмкіндік жасап Әбекеңе жазуына, осындай зерттеуіне, кітап шығаруына көп еңбексізген Күлбан жеңгемізді айтпасақ болмайды. Бұл өзі Әбекең өмірге бұлай бейімделген адам емес. Бұл үйде не бар, тамақ бар ма, ақша бар ма, киім бар ма, онымен ешқандай жұмыс жоқ. Құдай соған мына пысық Күлбан жаратқан ғой енді. Алла өзі сөйтіп қосақ дейді ғой, біреу пысық болмаса, біреу пысық жаратады дейді. Сол сияқты мына Күлбанды арнайы қосқан, енді бар жағдайын жасап отырмын. Білем өйткені соны айтатын. Сонда өзінің бөлмесі бар, ол үйде не бар, не жоқ, балдардың киімі бар ма, ақшасы бар ма, оқып жатыр ма, жұмыс жоқ. Әбекеңе сондай жағдай жасаған. Міне соның арқасында Әбекең қазір үлкен жазушы, Қазақстанға белгілі, өзімізді зерттеп, жаңа Азия айтты ғой, екпіннің тарихын зерттеп, қалай ұмытылып кеткен адамдардың бар. Біздің де орада жазған естеліктеріміз бар. Әбеке, құтты болсын. Творчестволық табыс жаңа айтып жатыр ғой, енді әлі де жазатыныңыз алда, жаңа тағы да жалғасын жазып жатсыз. Енді көп жағдайда мысалы екпінді қалай болды, қайдан келдік білмейміз да, енді бұлан кеше айтқанда. Жаңа айтып отыр ғой, кітабында жазып, соның бәрін қалдырып жатыр. Бұл тарих бірте-бірте ұмытылады. Бәрі қазір комсомол дегеннің не екенін білмей жастар мысалда. Біздің де тарихымыз ұмытылады. Ұмытылмас үшін не істеу керек? Ұмытылмас үшін осы Әбекең сияқты жазушылар артында із қалдыру керек. Осының бәрі қалу керек, бәріміз білуіміз керек. Сондықтан енді бәрің менің туысқанымсыңдар. Өзіміз ырза болып қаламыз. Енді көп адамдар өтіп кетті ғой, мен бір немді айтайын. Мен ана Сунағатыда директор болып тұрған кезде Наурыз болады, Наурыз әзиялар сұйықта қалады да, сосын мен кетіп қалам, Осияға келем. Сонда жаңағы отырған Құндызай апамыз бар, Бегайым бар, анада Үззақ бар. Барлығы жаңағы кимешек киіп алып отырады. Маған деген көңілдерін біліп отырам да, бір өзімше бір жасап қалам да. Осы бар ықыласымен айналайын деп бетімнен сүйіп, қолымнан сүйіп. Солардың бәрі жоқ қой енді қазір, бәрі жоқ. Орынды бөлек өмірде туысқанның, ең ғажапын туысқанмен осқан күн, қиын сәтте сен үшін жігерленіп, қолына туысқандай туыстар кім? Ол жандарсыз қараңғы күнің анық, туыс деген керемет ұлығалық. Отбасында қызышылық бола қалса жетіп келер қолына сыйын алып. Әркімнің сыйластықпен қалар аты, жалғаның сол ғана ғой ғаламаты. Туысқанмен тату бол деген бұл сөз әкелердің мәңгілік аманаты. Аман болшы әрқашан туысқандар, туысқанмен ешқашан ұрыспаңдар. Бір туысың ол сенің бір қамалың, сол қамалы құлатпай тік ұстаңдар. Бәрекелді, міне. Бауырға деген махаббаттан туындаған керемет ағайын мінекей, ойлар, әдемі, тілектер, лебіздер. Рахмет. Ал олай болса, қадірменді көпшілік, асыға күткен, көптен күткен мінекей. Екпінді ауылының еңсіғабет атты кітаптың тұсау кесер рәсіміне де кезек берейік. Олай болса, ортамызға бүгінгі біздің Әбілхан Әбіләсанұлы атамыздың, ағамыздың мінекей елге тартып өткен сыйы, өлмейтін есімді қалдырған тарихқа толы кітапты біз сахна төріне алдырамыз. Қошеметтеріңіз.
келіңіз, құрметті Әбілхан аға. Әбілхан аға, келіңіз өзіңізде. Ал ағайын, қошемет отырып отырайық. Кітаптың тұсауы кесіліп жатыр. Қошемет ағайын мінекей. Әбілдәліп ағамыз кітаптың тұсау көздерін жасады. Айзолла ағамыз мінекей арнайы барлық көрерменге, тыңдарманға, оқырманға жол тапқан бүгінгі екі күн дауылының энциклопедиясы атты кітаптың әрқайсыңызға ағайын мінекей бұйырсын. Ішінен мінекей өздеріңіздің ата-бабаларыңыздың, туған туыстарыңыздың есімін оқығанда ұрпақтан ұрпаққа өнеге көрсетіп, жолын салар мінекей үлкен тарихи білім алсын деген ниеттеміз. Естелікке суретке солай. Баршаңызға кітаптар ағайын тарқатылады. Мінекей көптеген тиражмен шыққан бүгінгі ауыл энциклопедиясы әрқашанда сіздерге үлкен өлмейтін тарих сыйласын. Рахмет сіздерге. Ал енді құрметті көпшілік, әйне кітаптың тұсаукесерімен тұспа-тұс бүгін міне елге келіп төрге шығып отырған, елдің төрінде марқайып мақтанышпен ағайын мінекей көз салып отырған Әбілхан ағамызға осы ауылдың кішкентай ғана азаматы мінекей ұлымыздың тұсауын кестірсек деген үлкен ниеттері бар екен. Олай болса біз де бүгінгі сәтті пайдалана отырып кітаптың тұсауын кесерімен қатар елдің болашағының тұтқасын ұстар білімді де білікті Әбілхан ағасындай ұлағатты азамат болсын деген ниетпен кішкентай ғана тұлымшақ желбіреген ұлдарыңызды ортаға шақырайық. Арнайы тұсаукесер рәсімін Әбілхан ағамыз жасайды. Қазағымыздың дәстүрі бойынша ағайындығы баланың тәйдей басқан сәттен бастап әрқашанда ата-анасы қуанып, әр қадамына мақтанып, шаттанатындығы анық. Олай болса мінекей өмірге тәй-тәй қадам басып, әрине сол қадамдарды кішкентай бір адам басып жатқан шақта біз Әбілхан ағамыздың мінекей қолынан осы баланың тұсауын кесірсек дейміз. Қанағат ұлы Әли Нұр деген кішкентай ғана азамат екен ағайын. Осы елдің Құдай қаласа мінекей тұтқасын ұстар азамат болсын. Кітап қойып жатыр мінекей. Ағамыздың кітабын қойып көрген. Ұлы Абайдың кітабын қойып жатыр екен мінекей. Абай атты кітапты мінекей бүгін. Бер жағына. Және өнерлі болсын деп қасиетті қара домбыраны қойып жатыр. Ал құрметті Әбілхан аға, сізге бұйырған мінекей елдің төріндегі үлкен бақыт, үлкен қуаныш. Ертең Алатаудың көктеріне өз отбасыңызға оралған шақта мақтанышпен айтар мінекей Әли ұлымыздың, Әли Нұр ұлымыздың бір тұсауын кесу махаббаты сізде. Алдынан жол ашық болсын деп алдынан кесе деген аға баланы. Сондықтан да мінекей ер баланың тұсауын ер азаматтың кескен дұрыс. Ал біздің Әли Нұр ұлымыз ағайын ұлдарыңыз Әбілхан ағасында елге қалаулы болсын, жазушы болсын, ақын болсын, сапары мол болсын ағайын. Ал кеттік, жол болсын. Кәді тай қошемет қайда? Мінекей біздің Әли Нұрға анасы жазушы болсын деп кітап беріп жатыр ағайын. Және бір батаңызды берсеңізші. Ең басты сіздің батаңыз. Аумин. Ақырын жүріп анық бассын балапан. Үлкен азамат болсын, ел азаматы болсын. Әрқашанда туған туысқандарын ауыл елін қуандырып жүретін бір жақсы бір азамат болсын. Маңдайдан сүйіп бір көтеріп қойыңызшы кәнекей. Ал балаңызды маңдайдан сүйіп бір көтеріп қойыңызшы. Кәнекей көтеріңіз шаға. Қошемет көрсетейік біздің Әли Нұрымызды. Әбілхан ағамыз көкке көтерсін. Айтпай. Түкіріп қойыңыз. Және бүгінгі тұсаукесер рәсімін жасап Әли Нұрдың үлкен өмір жолына ағайын мінекей ақ батасын беріп отырған әрине бүгінгі Әбілхан ағамызға Әли Нұрдың әжесінің атынан арнайы кішкентай сый сияпат. Қабылдаңыз. Әбеке, бір көтер тұрсаңыз балан суретке түсіріп алсын.
Аллаға қос қуаныш. Бүгін міне әрине кітаптың тұсаукесерімен қатар Әлинұр ұлдарыңыздың тұсауы кесіліп, өмірге үлкен мінекей кітап жолдама алса, біздің Әлинұр оң қадамын басты. Құтты болсын барлығы да. Ал олай болса қадамет көпшілік бүгінгі тұсаукесердің кітаптың тұсауы кесілді. Енді ішіндегі тарих жайында әрине кітаптың барлық таныстыруын бүгінгі мерейтой иесі Әбілхан Әбілесанұлына берсек пе деген ниеттеміз. Және осы ортаға арнайы бүгінгі үлкен ордалы ел Найман елінің басшысы президенті Ақылбек Жәнібек ағамызды сахна төріне, сонымен қатар осы ауылдастарының атынан ортамызға ел ағасы Бек Жұманов Бағдат ағамызды шақырамыз. Келіңіздер. Және кітаптың арнайы таныстыру рәсімін ағамыздың өзі қорытындылап айдап өтеді. Келіңіздер ағалар. Қадірлі ағайындар, қадірлі Әбілхан аға, бүгінгі мерейлі үлкен 75 жасқа келіп жатқан туған күніңіз құтты болсын. Енді осы тойды үйлестіріп, осы мұрындық болған мынау Әзия айналайын, сізге үлкен рахмет. Мың басшыға бір қосшы дейді ғой. Осы әйтпесе осындай шара қазір барлық елдерде өздерінің тумаларын, туғандарын ардақтап жатқан ағайындар. Соның арасында мына бір үлкен жақсы бір қуанып отырмыз. Қазір шынында да ғой, өзіміз керек болмасақ, қазір ешкімге қажет емес. Өзімізді өзіміз көтермесек, өзіміздің жақсыларымызды осындай дәріптемесек, сондай-ақ үлкен рахмет. Енді Әбілхан ағаның барлық жаңа айтып кетті, Әбекең айтып кетті. Барлық осы екпінден шыққан ата-бабаларымыздың рухтарының бәрі жаңғыртып, барлық еске түсетін жағдайлардың бәрін қағаз бетіне түсіріп жазып жатыр. Біздің Әбекең онша әңгімеге жоқ адам ғой, әңгімеге жоқ. Бұл кісі өзінің барлық ойындағы санасын, ойындағы барлық көкірегіндегі тұнып тұрған дүниелердің бәрін қаламменен жолдас болып, қалам арқылы қағаз бетіне түсіріп тарихқа қалдыратын кісі. Бұл деген үлгіде біреу болады. Бізге бұл үлкен шежіре болып қалды. Осы Әбекеңменен салыстыра біз енді мына екпіндіні барлығы өзіміздің бауырларымыз ғой. Кешегі өмірден өткен Кенжебек ағамыздың жазып кеткен бұл өмір бақи ұмытуға болмайды. Қай уақытта да кейде бір үйде бір қияли нәрсемен қарап, осы кімнен тарады екен, қалай екен десе, дереу жаңа үлкен қызыл кітапты алып шығатын болдық. Жасыратын жоқ, білмейді екенбіз көп нәрсені. Сондай ол кісінің де аруағы ырза болсын. Екінші, сол кісінің атынан біздің Әбекеңнің жазған жазбасы үлкен бір рухани бізге дүние болып қалды. Сондықтан Әбеке, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ел, халық аман болайық, бақытты болайық бәрімізде. Елдің атын ер шығарады деген сөз бар қанатты. Бір 10 жылдың көлемі болды. Осы мынау біздің осы екпіндінің бақташы сауыншылар тұрған жер бар. Оны енді көктал деп атайды, Айдаркүрек деп атайды. Енді мынау көп отырған ірі кісілер біледі орана. Сонда біздің екпіндінің бақташы сауыншылары отырып, сүт өндіріп, мына авангардқа өткізді. Сонраға келіп Әбекең өзінің жаңағы дүниеге жері 40 кепені, сосын Құлбарыс деген жерде жаңа Әбіласан көкеміз мал баққан екен, батырған дүниеге келген екен сол жерде. Міне соралардың барлығы зерттеп, суретке түсіп, қанша бізге ой тудырып кетті. Соның өзінде қазір міне зымырап 10 жыл өтіп кетті. Сондықтан Әбеке, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, өмірлі болыңыз, жасыңызға жас қосылсын, бақытты болыңыз. Осы әр уақытта біздің елдің осы игі жақсылардың сөзін, екпіндінің тұнып тұрған тарихын сіз әлде жаңартады, әлде соған үлес қосады деп есептейміз. Мінекей Бағдат ағамыздың отбасының атынан, ел бауыр ағайындардың атынан, ауылдастардың атынан аз ғана ағайын мінекей шапан шарқында қабыл алыңыз.
Естен суретке түсіп алсаңыздар болады, құрметті Ақылбек аға. Кәнеге жігіттер естен суретке түсіп жіберіңіздер. Мінеге бүкіл ағайындардың атынан сый сипат табыстап жатыр. Естен суретке түсіп алыңыздар, Әбілхан ағаны ортаға алыңыздар кәнеге.